патшалығы өз уақытының ең күшті империясы болды, ал оның астанасы ежелгі заманның ең әдемі әрі мықты қаласына айналды. Ұзақ уақыт бойы Вавилон басқа елдермен билік үшін соғыс жүргізді. Деректер бойынша қала тұрғындарының саны 200 мың адам болды. Сол заман үшін бұл өте үлкен көрсеткіш. Ал енді кішкентай ғана қала мемлекеттен алып империяға айналған Вавилон мемлекетінің тарихын қарастырайық. Біздің заманымызға дейін 1793 жылы қазіргі Ирак мемлекетінің жерінде Вавилония мемлекеті құрылды. Жаңа мемлекетті көптеген жау әрі бәсекелес елдер қоршап жатты. Бірақта бұл мемлекетті алып және күшті империяға айналдыра алатын адам пайда болды. Оның есімі Хаммурапи. Хаммурапидің қашан таққа отырғаны белгісіз, бірақ ол кезде жас болғаны анық. Хаммурапи сыртқы жауларға тойтарыс беру үшін елдің ішкі жағдайын дұрыс болу керектігін түсінді. Ол өзінің заңдар жинағын шығарды. Хаммурапи өз халқына ауыл шаруашылығымен айналысуды, жер суаруды бұйырды. Мал шаруашылығымен қолөнерді, құрылыс пен сауданы қолдады. Бірақта ең бастысы, патша өз қолына заң шығарушы да, атқарушы да, сот билігін де өз қолында ұстай алды. Хаммурапидің 40 жыл билігі кезінде Вавилон аумағы бірнеше есе кеңейді. Өмірінің соңына қарай ол бүкіл қос өзен жерін өзіне қаратты. Ал заңдарды арнайы жазу түрі сына жазу арқылы қыш тақтайшаларға түсірді. Көптеген тарихи құжаттар өрттің кесірінен жойылды. Бірақта ағаш пен қағазбен салыстырғанда қыш отта жанбайды, керісінше одан сайын қатайып берік болады. Сондықтан да Хаммурапи есімі де, оның істері де біздің уақытымызға дейін жетті. Вавилон билеушісі заңдарды тасқа қойып жазып, кейін қыш тақтайшаларға көшіріп, патшалық ішінде таратылуын тапсырды. Адамдар Хаммурапи заңдарын ұстанып, құрметтеді. Тіпті 1,5 мың жылдан кейін де Хаммурапи заңдарын сақтап, зерттеп тарататын болды. 20 ғасырдың басында француз археологтары сына жазуы бар үлкен бағананы тағады. Сына жазуды оқығаннан кейін оның Хаммурапи заңдары екені анықталды. Адам бойынан да биік ол тастың жоғары жағына сурет салынған. Суретте ақ сақалды, басында сәлдеге ұқсас бас киімі бар күн құдайы бейнеленген. Ол салтанатты тақта отыр. Екі иығынан сәуле шашып тұр. Оң қолында биліктің асатаяғы мен заңдар жинағы. Күн құдайы бұларды Хаммурапиге ұсынып тұр. Хаммурапи оның алдында сол қолымен тағзым ете, кеудесін басып, тікесінен тік тұр. Сондықтан адамдар патшаларын құрметтеп, жер бетінде жүрген құдай санады.